Салем, құрметті ата-аналар. Осы Малайзия еліндегі ЖБ командасының берген уәделері ақырын орындалып жатыр. Талғат пенен Айдай Үрімжі қаласына кеткен. Бірінші айдың 18 күні 14-18 жас аралығында балаларды осы Малайзия еліне алып келуге. Ал мен болсам, осы бір бауырымыз және бір қарындасымыз Малайзияның аэропортына келіп болған екен. Сол балаларды алып алайын деп кетіп бара жатырмын. Ол балалар болса, осы Бэнк оқуға, Малайзия еліне енжу үшін оқуға келіп тұрған балалар. Осы бір айлық ағылшын тілі курсы арқылы Малайзияның жалпы жай жапсарын білмекші. Қанекей достар, онда экраннан алыстамаңыздар. Аэропортқа да келіп алдық. Балалардың шығуын күтіп тұрмыз. Сонымен қарындасымыз да аман-есен жетіп алды. Жақсы болды. Арасына 4 сағат салып бауырымыз да кеп қалған екен. Балаларды ертіп апарып, сол ағылшын тілі үйренетін мектебіне тізімдетіп ендеше. Мінекей балаларды сол ағылшын тілі орталығына алып келдік. Малайзиядағы балалар емтихандарын беріп, осы класстарға бөлінеді. Нәтижелеріне қарай сосын жатақтарына апарып орналастырып қоятын боламыз. Мінекей жатаққа да келіп алдық. Бұл болсыз балалардың демалатын орны. Мына жақта қаланың түнгі көрінісі. Мына тұрған бина Мордака 118 деген, Модика Айоба деген осы әлемдегі Дубайдағы халифадан кейінгі екінші биік мұнара, биік қабат. Ал мынау Киял Тауэр деген Киял мұнарасы, қаланың түнгі көрінісі дегендей. Сонымен балалар жатаққа орналастырып тастап, өзімде жатаққа қарай қайтайын деп кетіп бара жатырмын. Малайзия ел туралы, осы шетелде оқу туралы білгілеріңіз келсе, біздің осы жұма күнгі живой жаңға жазылып алыңыздар. Жұма күні кеш жақын Бейжің уақыты 10-да жұба қыламыз. Одан кейін әр сенбі жұмаларда жұба оқып тұратын боламыз. Шетелде оқу жайлы, Малайзияда оқу жайлы бәрін айтып тұратын боламыз. Бізге қосылып алыңыздар. Мүмкін болса топтарға жолдап, достық шеңберлеріңізге шығарып қойыңыздар. Шетелден оқығысы келіп жүрген жастарға демеу болсын, ата-аналарға бір бағыт болсын. Рахмет достар, аман болыңыздар.